Әмірдің жүрегі тоқтап бара жатады. Дәрігер оған жүрек массажын жасап, өмірін сақтап қалады. Райхан арғы жақта шырпыр болып, ол үшін дұға жасап жылап жатады. Дәрігер Райханға барлығы дұрыс, біз оны сақтап қалдық деп белгі береді. Райхан Аллаға шүкіршілігін айтып қуанады. Дәрігер қиындық артта қалды, қазір жағдайы тұрақты, тез сауығып кетулеріңізді тілейміз дейді. Джемре де Әмірдің жағдайын естіп ауруханаға жетіп келеді. Содан соң оның алдына палатаға кірмек болады. Медбике Джемреге ол кісінің жанында әйелі бар, содан соң кіресіз дейді. Джемре түсінбей қалады да, әйелі деген не дейді. Мелика Әмірдің жағдайын айту үшін Джавидан ханымға қоңырау шалады. Бірақ Джавидан миымды аштып Меликада қоңырау шала берді ғой деп оның қоңырауына жауап бермейді. Райхан Әмірдің алдына кіріп, одан кешірім сұрап қателігін мойындайды. Аздан соң Әмір есін жинайды. Әмір Райханды көре салып, екеуінің соңғы рет ренжісіп қалған кезін есіне түсіріп, оған деген ренішін айтып, сені көргім келмейді, неғып бұл жерде отырсың деп ашуланады. Джемре оларды аңдып отырады. Сөйтіп Әмірдің айтқан сөзіне ол мәз боп тұрады. Джемре Әмірді көруге алдына кіреді. Райхан сенің осы халде екеніңді біле тұра келмеу керек еді, сенің жүйкеңді тоздырып, қазір қаласаң оған бұл жерден кет деп айтайын дейді. Джемре Райханға қаласаң үйіңе қайта бер, оның жанында өзім боламын дейді. Райхан жоқ, кетпеймін дейді. Хикмет те Әмірдің алдына кіріп, өзінің қателігін мойындап, одан кешірім сұрайды. Әмір де оған ренжулі болатын. Әкесі Әмірге сенің үйге қайтқаныңды қалаймын дейді. Райхан Джемреге Әмірдің еш кінәсі жоқ екен, мен оны енді білдім. Оған тұзақ құрыпты. Әлгі әйел Әмірді есіне тандырып, сурет арқылы олардың отбасынан ақша талап еткен екен дейді. Ал Джемре болса оны естіп қорқып кетеді. Бірақ әлгі әйел ақша үшін Джемренің осы істің артында тұрғанын айтпаған екен. Райхан Әмірдің алдына тамақ алып кірмек болады. Әмір оған тамақ ішпеймін, сені көргім келмейді деп ашуланады. Содан соң Әмірдің алдына Джемре кіреді. Әмір заттарын ақтарып, Райханның орамалын іздей бастайды. Бірақ таппай медбикеге ұрсып жатады. Менің заттарымды кім ақтарған, ішінде маңызды затым бар еді деп. Оны Райхан естіп қояды, бірақ аса мән бермейді. Райхан Әмірдің алдына кірмек болады, бірақ есіктің алдында екі күзетші тұрады. Сіз Әмір мырзаның алдына кіре алмайсыз, ол кісі сізді көргісі келмейді дейді. Бұл негізі Джемренің істеген ісі болатын. Райхан ренжіп кетіп қалады. Мелика Джавидан ханымға Әмірдің ауруханаға түскенін хабарламамен жазып жібереді. Оны оқып Джавидан ханым жылап Меликадан Әмірдің қай ауруханаға да жатқандығын сұрайды. Әмірді ауруханадан шығарып жатады. Осы кезде Джавидан ханым да Әмірді көруге ауруханаға келеді. Әмір мен Райхан дәлізде кетіп бара жатады. Джемре Әмірге анасын жамандап, Райханға өшігіп алған өзі емес пе дейді. Оны Джавидан ханым естіп қояды да ашуланып, Джемреден кек алмақ болады. Масалдың қамқорлық ісіне байланысты сот ісі басталады. Сот ісіне Талас та қатысады. Кемал Таласты көріп таң қалады. Райхан Әмірдің заттарын ақтарып бір затты іздеп жатқанын есіне түсіріп, демек ол менің орамалымды іздеген ғой, ол әлі де мені жақсы көреді деп қуанып үйіне барады. Джемре Әмірді үйіне алып келеді. Есікті Райхан ашады. Әмір Райханды көріп таң қалып, сен бұл жерде не істеп жүрсің дейді. Райханды итеріп жіберіп ішке кіріп кетеді. Джемре Әмірді өзінің бөлмесіне апарып, оның айналасында шырпыр болып жүреді. Райхан болса Әмірді Джемреден қызғанады. Джемре Әмірге Райханды көріп ашуланғаның қалыпты жағдай, оныкі де дұрыс емес осында келгені дейді. Талас сотта марқұм қызыммен кезінде осылай жалған неке жасасқан. Ал одан көп өтпей тағы да ғашық болды дегенге қалай сенеміз? Олардың некесі жалған дейді. Кемал болса бұл некенің шынайы екендігін айтады. Бұдан соң сот істі біраз уақытқа кейінге шегереді. Райхан Әмірдің алдына келеді. Әмір болса сен бұл жерде не істеп жүрсің дейді. Мен керек жерде өз үйімде жүрмін дейді. Әмір бұл сенің үйің емес, сен кеткен жеріңе қайта кет дейді. Джемре Сунаның алдына келіп, қуанышты жағдай үйге Әмір келді дейді. Бірақ үйге тағы біреу келді. Оны естіп сенің көңіл күйің түсіп кетері анық, бірақ айтпасыма болмайды дейді. Сөйтіп Райханның келгенін айтып береді. Өйткені Джемре Сунаны Райханға қарсы қайрап қойған болатын. Мында Кемал Наринге сот масалды тартып алмас үшін барлығын жасауым керекпін дейді. Бір жағынан Кемал Нарин жайлы бүкіл шындықты білгісі келеді. Осы кезде Кемал комиссар мырзаның оларды аңдып өтірік суретші болып жүргенін байқап, қазір бізді суретке түсірейін деп жатыр деп, оның қолынан ұстап, шашын қайырып, бетіне тік қарап, шын ғашықтар сияқты кейіп танытады. Ал Нарин болса амалсыздан оның қылығына әрең шыдап отырады.
Жавидан Жемренің шынайы бет-бейнесін көрген соң, Әмір де оның шынайы бет-бейнесін көрсін деп баласына хат жазады. Сенің жаныңда жүрген адам нағыз шу жылан. Ол Жемре деп жазып, хатты жеткізу қызметі арқылы беріп жібереді. Суна Әмірдің алдына кіріп, оның қал-жағдайын сұрап, енді бұл үйден кетпеші деп өтінеді. Кемал үйге келген кезде оларды аңдып тұрған Таджиді көргендей болады. Содан соң бұл таластың ісі деп ойлайды. Суна Райханды көріп ашуланып, бұл үйде не үшін жүрсің? Барлығы сенің кінәң. Сен үйге келгелі біздің үйде тыныштық кетті. Егер ағамды сүйетін болсаң, неге оны тастап кеттің дейді. Кетер кезіңде ойлануың керек еді. Енді саған біздің үйде орын жоқ. Біздің үйден кет деп айғайлайды. Райхан одан бұндай сөзді күтпеген болатын. Осы кезде Хикмет мырза келіп қалады да Сунаға басу айтып, бұл Райханның да үйі, ол ешқайда да кетпейді дейді. Кемал Нарин жайлы білгісі келіп, өзің жайлы жазып бер деген болатын. Бірақ оның жазып бергендеріне Кемал қанағаттанбай, бұл жазғандарың жеткіліксіз дейді. Нарин бірер адаммен сөйлесіп, онымен кездеспек болады. Әмір ұйықтамай Райханның суретіне қарап отырады. Райханға деген реніші тарқамаған Әмір суретті өшірейін деп тұрады да, бірақ өшіруге батылы бармайды. Райханның да ұйқысы келмей сыртта таза ауа жұтып жүреді. Содан соң Әмірдің бөлмесіне сығалап қарап тұрады. Әмір тықырлаған дауысты естіп тұра берген кезде қолындағы телефоны түсіп кетеді. Райхан дереу келіп оған телефонын алып береді, бірақ өзінің суретін байқамайды. Әмір телефонды ала салып, оны тығып қояды. Таңертең Нарин ешкімге білдірмей үйден тығылып шығып кетеді. Оның кетіп бара жатқанын Кемал байқап қояды. Есіктің алдында оларға сығалап қарап тұрған Таджиді көріп, Кемал жүгіріп келіп, «Сенің мұнда не жұмысың бар?» дейді. Таджи болса, «Ештеңе емес, мен бұл жерлерден бір жолға кетейін деп жатырмын. Лейла әпкемнің осы жерде соңғы бақытты күндерін өткізгенін есіме түсірейін деп келдім» дейді. Нарин жаңағы сөйлескен ер адаммен кездесіп, кеме арқылы басқа қалаға қашып кетуді жоспарлайды. Нарин үйге келген соң Кемал «Қайда жүрсің?» дейді. «Менің рұқсатымсыз ешқайда шықпайсың» дейді. Осы кезде Кемалдың үйіне Хикмет келіп қалады. Есікті ашқан соң Наринді көре салып, «Демек келініміз осы екен ғой» дейді. Осы кезде жеткізу қызметі арқылы үйге жаңағы Жавиданың Әмірге деген хаты келеді. Райхан құмыраға гүл салып, Әмірдің бөлмесіне алып келеді. Әмір Райханды көріп, «Осы әрекеттеріңнен шаршамадың ба? Сені сүйетін Әмір енді жоқ, ол өлген. Сен де мен үшін жоқсың» дейді. Жемре олардың әңгімесін тыңдап отырады. Райхан болса, «Мен сенің сөзіңе сенбеймін. Ауруханада сен осы затты іздедің ғой» деп орамалын көрсетеді. «Ендеше бұған не дейсің? Сен әлі мені ұмытты дегеніңе сенбеймін» дейді. Әмір оны көріп таңғалады. Сөйтіп ашуға булығады да құмыраны сындырып жібереді де, «Ал енді мынаны жинап көр. Жинап көргеннен кейін ол қайта бұрынғы халіне түседі ме екен көр» дейді. «Менің саған деген сенімім енді бұрынғыша болмайды» дейді. Оны естіп Жемренің жаны кіріп отырады. Келесі бөлім бұдан да қызықты болмақ. Сол үшін Киноәлем арнасына тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз.